Жаздың ыстық күнінде шілдесінде осындай керемет магазиннен, дүкендерден сатып алмастан өзіміз-ақ үйде осылай әдемі шоколадный мороженое жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Келесі видео шыққан кезде сіздерге SMS болып барады. Онда бастадық. Бізге 33%-тік сливке қажет болады. 100 грамм сливкені газге қойып, осылай ыстық етіп қайнатып аламыз. Ішіне 100 грамм шоколадымызды саламыз. Кез келген шоколад түрін салсаңыздар болады, молочный немесе қара. Менде бұл жерде глазур шоколад, Қазақстан шоколад қоссаңыздар да болады. Жаңағы ыстық сливкенің үстіне салып, осылай жақсылап араластырып, ерітіп аламыз. Сосын 20 грамм какаомызды саламыз. Жақсылап біркелкі масса етіп араластырып аламыз. Сіздерге өте оңай, құрамындағы заттарды үйден таба аласыздар. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамыз сіздерге. Мұны осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді кішкене суытуға қойып қоямыз. Бөлме температурасында суы қажет. Енді тағы да мұздай сливкемізді алып 300 граммдай жақсылап миксермен плотный масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Қазір көресіздер, как кремге қалай сливкені араластырып қою етеміз. Тура солай етіп қою масса болу керек бізде сливкеміз. Менде енді Белария сливкеі үйдегі бар сливкеден қолдандым. Жаңағы суып тұрған шоколадты массамызды салып, ішіне бүкілін ыдыста қалып кетпесін, бүкілін салыңыздар. Енді жақсылап тағы да миксерлеп аламыз, біркелкі масса етіп, ақ-қара болып қалмасын. Осылай бізде қоңыр түсті болу керек. Мороженейдің іші осылай болады, әдемі. Және де қант қосып жіберсеңіздер болады. Мен шілік тәтті болмасын деп қант қосқан жоқпын. 20 граммдай қант қосу керек негізі. Міне осылай болады біздің мороженейіміз почти дайын болды. Қараңыздар, жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге силиконды формалар керек болады. Мороженейдің қалпы, яғни сосын палочка таяқтары керек болады. Және де бізге кондитерский мешок керек болады. Сол мешоктың ішіне жаңағы дайындап алған мороженейімізді салып аламыз. Жаңағы силиконды формаларға салуға ыңғайлы болсын деп қасықпен салсаңыздар да болады. Просто біраз уақыттарыңыз кетеді. Осылай пакетке салып алып ішіне құйсаңыздар өте оңай салынады. Ішінде ауа қалып қоймасын. Бүкіл жеріне бірдей етіп жағып алыңыздар. Столға бір-екі рет ұрып жіберіңіздер. Тимеген жерлеріне өзі тиеді. Мына осылай ұрып жіберсеңіздер, бетін пышақпен тегістеп аласыздар да, жаңағы таяқшаларымызды тығып шығамыз мороженейіміздің палочкаларын. Енді кем дегенде 4-5 сағатқа морозилкаға қойып қатырып аламыз. Жақсылап қату керек бізде мороженей, болмасам қазір шоколадқа батыратын кезде еріп ішінде қалып қояды. Менде сондай жағдай болды, сондықтан сіздерге ескертіп айтамын. Қалған мороженейді осылай ыдысқа салып қойып, морозилкаға қойсаңыздар болады. Қасықпен алып жегенге өте әдемі болады. Енді өздеріңіз қалаған, ұнатқан шоколад қоссаңыздар болады. Калебаут немесе Қазақстан шоколад ерітіп, 2 қасықтай сұйық май құйып жүреміз ішіне. Мороженейларды қазір сіздерге тағы да келесі видеода шығару жолын көрсетемін. Ішіне арахис салдым, майдалап туралған. 4-5 сағатта бізде осындай қатты болып қату керек. Шығару жолы осындай оңай болады бізде. Ішіне сынып қалып кетпесін, абайлаңыздар. Жаңағы шоколадымызды микроволновкаға ертіп алған кезде әбден суытып алып сосын барып мороженейді батырыңыздар, болмасам мороженейларыңыз мұздай, шоколад ыстық болып мороженей еріп ішінде қалып қояды. Менде шоколад аздау болып қалыпты, кішкене батыру ыңғайсыз болды. Көптеу 300-350 грамда ерітсеңіздер болады екен. Менде ол жерде 200-250 грамда еріткенмін. Менде аз болып қалды. Сосын осылай қасықпен құйып жағып жібердім. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады. Барлығын осылай жасап аласыздар. Морозилкаға қоймастан жіберсеңіздер болады. Қаласаңыздар мұздай қып жемдесеңіздер, морозилкаға 1-2 сағатқа қойып жеңіздер. Ертең жаздың ыстық күнде өте керемет болады. Магазинге жүгіріп барып сатып алмастан, өздеріңіз үйде 1 сағаттай уақытыңыз кетеді, жасағанға қойып қоясыздар, қатырып рахаттанып жеп аласыздар үйде. Көп етіп жасап қоясыздар, қалаған кезде алып жібересіздер. Магазинге баруға ерінген кезде қараңыздар, бөлме температурасында біздің мороженейларымыз өзі қатып жатыр. Ана 2 мороженейға кішкене жетпей қалды. Тағы бізде де жаңағы ыдысқа салып қойған мороженейіміз артылып қалған.
Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге қазір ішін тістеп жеп көрсетемін. Енді дәмі деген өте күшті болып шыққан. Осыны біз кемінде 450-500 теңгеге аламыз. Біз бір мороженныйдың өзін сондай қымбат шығынға алмастан үйдегі бар заттармен, үйдегі отбасыларыңызға, барлықтарыңызға жететіндей етіп өздеріңіз жасасаңыздар болады. Қараңыздар, түрлері өте аппетитный болып шыққан. Шоколад жақсы көретіндер міндетті түрде сразу жасап көріңіздер. Қазірге жеп көрсетем, қараңыздар. Дәмі деген бомба болған ғой. Енді бұдан кейін мен балдарыма, өзімізге шоколадты мороженый бар ма, басқа мороженыйларды магазиннен сатып алмаймын. Өзім үйде осылай үйдің жағдайында жасап беретін болам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген күшті болған. Тағы да көптеген рецептілер бар. Парақшамда көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта әртүрлі мороженыйлардың видео рецептерін салатын боламын. Жаз айына қажетті рецептер болады. Парақшамнан алыстамаңыздар. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар. Парақшамда көптеген рецептілер бар. Көрсеңіздер болады. Міндетті түрде осы мороженойды жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Балдарыңызға да істеп беріңіздер, отбасыларыңызға да істеп беріңіздер. Рахаттанып жеп алыңыздар.